Ертеде бір хан болыпты. Оның жалғыз қызы бар екен. Хан қызын жанынан тастамай, қайда барса да бірге ертіп жүріпті. Бірде хан қызын үйіне қалдырып, көрші қалаға қонаққа кетеді. Хан кеткен соң қалада бір алтын кеме пайда болады. Мұндай керемет ғажайып кемені көру үшін қаланың барлық халқы жағалауға жиналады. Ең соңында ғажайып кемені көру үшін ханның қызы да келеді. Сол-ақ екен, кеме хан қызын алып, көзден ғайып болады. Хан келсе қызы жоқ. Хан халқын жинап, уа халайық, қызымды кім тауып әкелсе соған қызымды және жарты патшалығымды беремін деп жар салады. Сонда басқа елден келген бір жігіт, қызыңды мен тауып әкелейін, маған 10 нөкер мен бір кеме жасап беріңіз дейді ханға. Болды қарағым, сұрағаныңның бәрін орындаймын дейді, тек жалғыз қызымды тауып әкелсең болды дейді хан. Сонымен жігіт нөкерлерін ұзақ сапарға аттанып кетеді. Олар отырған кеме бірнеше күн өткеннен кейін бір аралға келіп тоқтайды. Жігіт жағаға шығып, қызды іздеп жүріп бір үйге тап болады. Жігіт нөкерлерін әрі қарай қызды іздеуге жібереді. Өзі сол үйде қалады. Бір кезде үйге бойы бір қарыс, сақалы 40 қарыс кіріп келеді. Жігіт шалмен алыса кетеді. Екеуі 2 күн, 2 түн алысады. Ақыры жігіт жеңіп, шал жерге атып ұрады. Сонда шал қорыққанынан қыз туралы білгенін айтып береді. Енді жігіт нөкерлерін жиып, шалдың айтуы бойынша қызды іздеп кетеді. Қызды 7 қабат жер астында ұстап отыр екен. Жердің астына түсерде жігіт, мені осы жерде 3 күн күтіңдер. Егер 3 күннен соң келмесем, елге қайта беріңдер дейді нөкерлеріне. Жігіт жердің астына түседі. Жердің астымен келе жатып, үлкен бір сарайды көреді. Сөйтіп сарайдың ішіне кіріп, 40 есіктен өтеді. 41-ші есікті жеткенде ашып қараса, ішінде ай мен күндей сұлу қыз отыр екен. Ол қыз ханның жоғалған қызы екен. Жігіт солай қызды жер бетіне алып шығады. Сол кезде жігіттің нөкерлері жігітке қастық ойлап, жігітті 7 қабат жер астына лақтырып, өздері қызды алып кетеді. 10 нөкер қызды қорқытып, мені құтқарған осылар деп айтасың, және ішіміздегі үлкенімізге тұрмысқа шығасың деп қорқытады. Жер астына лақтырылған жігіт аман қалып, жер астын аралап жүріп, есігінде үлкен қара құлып тұрған бір үйге кіреді. Есікті ашып ішке кірсе, 3 балапан шырылдап, айнала ұшып жүр екен. Қастарында 7 басты айдаһар ысылдап тұр екен. Жігіт айдаһардың басын қылышымен шауып, балапандарды өлімнен құтқарады. Бір кезде күн күркіреп, найзағай ойнайды. Бұл жауындатып, борандатып келе жатқан алып қара құс еді. Балапандарын құтқарған жігітке қара құс не тілегің бар деп сұрайды. Мені жердің үстіне шығар дейді жігіт. Жақсылыққа жақсылық деп алып құс жігітті жердің бетіне алып шығады. Жігіт үстіне алба-жұлба киім киіп, баяғы байдың еліне тазша бала болып оралады. Келсе хан қызын нөкерлердің ең үлкеніне қосқалы жатыр екен. Тойдың 30 күн ойыны бітіп, 40 күн тойының ақырғы күні қалыпты. Қыз жігітті танып, әкесіне мені құтқарған нөкерлер емес, мына тұрған жігіт деп өзінің көрген білгендерін баяндап береді. Хан нөкерлерді жазалап, жігітке қызын хандығын да береді. Қайтадан 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап береді.